Сәлеметсіздер ме жоба қатысушылары және қазір апасы. Менің отаныма, менің басымам республикалық шығармашылық жобалар байқауы негізінде жақсылық керуені номинациясы бойынша адамзаттың бәрін тек бауырым деп атты жобаны таныстыруға рұқсат етіңіздер. Мен Түркістан облысы Созақ ауданы Қаншысбай ауданында мектеп гимназиясының 9-шы А сынып оқушысы Елубай Балнұр боламын. Жетекшім Ешібаев Жәнібек Мырзахметұлы. Жобаның мақсатына тоқталатын болсақ, мектеп оқушылары мүмкіндігі шектеулі үйден оқитын оқушыларға, әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға, қарт кісілерге қамқорлық таныту, жанына жылу сыйлау, адам жанына қажетті мейірімділік, адамгершілік құндылықтарын бойларына сіңдіріп, қоғамның әр мүшесіне ізгілік пен қайырымдылық көрсете білу жолдарын насихаттау. Жобаның өзектілігін айта өтсем, қазыналы қарттарымызда, осы топтағы балаларда, әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға, мұқтаж жандарға жанашыр болып, аялы алақанын тосып, жүрек жылуын ұсынып, қамқорлық көрсету. Бұдан күтетін нәтижеміз қоғамдағы үлкенді кішіні сыйлайтын, қамқорлық көрсете білетін жастардың санын көбейту. Осы жоба негізінде мен жоспарды 3 бөлікке бөлдім. Кіріспе, жақсылық жасау адамның басты құндылығы. Негізгі бөлім мақсатқа жету жолдары. Қорытынды, біз ізгілікті істің жанашырымыз. Жақсылық жасау адамның басты құндылығы. Мен өз жобамдағы мақсатыма қол жеткізу үшін қандай қадамдар жасадым? Біріншіден, мектеп бойынша өзін-өзі басқару ұйымының қайырымдылық және волонтерлік фракциясы құрылып, мүшелер сайланды. Екіншіден, осы фракция мүшелерінің мақсаты айқындалып, жоспарлы жұмыстары құрылды. Үшіншіден, жұмыс жоспарында осы бағыттар бойынша, яғни қазыналы қарттарымызды, осал топтағы балаларды, әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға, мұқтаж жандарға жанашыр болу іс-шараларын жүргізілу болды. Қарттарын қадірлеген ел ардақты демекші, ел мүддесін бәріне биік қоятын, ізінен ерген ұрпағына ұлылығын ұялатып, бір қауымға бас көз бола білген ауыл қарияларының орны біз үшін ерекше. 1 қазан қарттар күні қарсаңында Сәтбаев атындағы мектеп гимназиясы коммуналдық мемлекеттік мекемесіндегі өзін-өзі басқару ұйымы мүшелерінің ұйымдастыруымен іс-шара өткіздік. Қарттарымызды мерекесімен құттықтап, сұхбаттасып, ата-бабаларымыздың батасын алдық. Сіз қуансаңыз, біз бақыттымыз ұранымен фракция мүшелері ауылымыздағы қарт кісілердің үйіне барып, қолдан келгенше көмек көрсеткен болатын. Бұл іс-шара арқылы негізінен 2 мақсатқа қол жеткіздік. Біріншіден, қамқорлық көрсету, екіншіден, өзімізді алдағы уақытта еңбекке баулу. Еңбекке баулу демекші, мектеп ауласына да көңіл бөліп, ол жерге ағаш отырғызу жұмыстары жүргізілді. Ағаш отырғызу болашаққа жасалған игі іс. Әр отырғызылған ағаш табиғатқа қосылған үлкен үлес деп білеміз. Жүрегім толы мейірім. Мектебімізде үйден оқытылатын оқушыға әр мереке сайын үйіне немесе мектепке арнайы шақырту арқылы құттықтап мерекелік көңіл күй сыйлаймыз. Суретте замандасымыз Тұрғанбек Мұратәлі дәстүр бойынша оқушының өзін ерекше сезінуіне, қуаныш пен жылылыққа бөленуі үшін біз осы оқушымен тренинг өткізген болатынбыз. Тренингтің аты жанашыр жүрек, мейірім мен қамқорлықтың белгісі. Жобаның ұсынысы әрбір оқушы жалпы адамзаттық құндылықтардың маңыздылығын түсініп, еріктілер қатарына қосылып, риясыз қызмет етсе, адам қоғамның қозғаушы күші. Сондықтан жалпы адамзаттық құндылықтарды негізге ала отырып, қоғамның дамуына өз үлесін қосатын жандар көбейсе деген сенімдеміз. 90 сөздің тобықтай түйін шығарып қорытындылайтын болсақ, мен қайырымдылық фракциясы керуенінің қарт кісілерге көмек және әлеуметтік осал топтағы балаларға қолдау және көмек көрсеткен жұмыстарын сіздерге таныстырдым. Мейірімдік пен адамгершілік өмірдің мәні. Бұл айта беруге тұратын құндылықтар. Айтып қана қоймай, осы айтқандарды жүзеге асыратын адамдар да бар. Бұны біз нәтижелерден байқайтын боламыз. Көк нөсерін көлетсе де жауындар, көк пен жерді селетсе де дауылдар, пейілдерін пенделікпен тарылтпай, мейірімді болайықшы бауырлар. Назарларыңызға рахмет.